Мен де подругаларым осындай болса екен. Қоя бер, айқын бар, чат демала беріңдер. Тамақ істедің ба, жинап өзім жуып дайын сапарып тастай салайын да, чат демала беріңдер. Қыздар, үтіктелетін киімдерің болса берсеңдерші, ақыры үтіктеп жатыр екен, үтікте жібере салайын да. Я бар ғой. Бывшийім жазып, кешірші қайттан жүрек анау мынау деп жатыр, не істесем болады? Екінші шанс берсе, Айко, екінші шанс берсе, жақсы жігіт еді ғой, жүрегінде иманы бар. Сол кезде айтатын едім, осыған кешірсе, жүріп үйленіп кетсе соған. Кеше вечер бар еді, қандай көйлек киетінін білмей уайымдап отырмын ше. Несіне уайымдайсың? Ана кеше қызыл көйлегімді киіп алсай, ақын. Одан кейін мына жерде ақ кросовка киіп, екеуі күшті жараса жарқырап чайнап киіп барсай. Қыздар, комсылған ақшасын маған аударып жіберіңдер 1200 теңге. Өзім салып жібере салам, қанша болды? Үшеуміз төртеуміз 7000 теңге бола ма? Хозяин нөмірін бере салшы. Қыздар бәрінің каспилеріне 5000 теңгеден салып жібердім. Бүгін подругалар күні екен ғой. Ақша керек болып, неғып жатса сұрай беріңдер, ұялмай. Қайтармай-ақ қой деймін, мен саған қарызға деп берген жоқпын ғой. Қарызым бар ау деп ойлап та жүрген жоқ. Айко салып жіберме деймін, бірақ салып жіберсең жаман қапа боламын ше, бірақ әйтеуір жақсылығымызды ұмытпасаң бір болды ғой, әйтеуір. Сенің құрбың негізі